Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен Данчо the Teacher. Бүгін біз сіздермен жалпы не істейміз деген сұрақ болады. Сіздермен алдында өткен тақырып Present Simple. Осы бойынша сіздер жаңа тест жасадыңыздар. Мен түсіндірген сабағым түсінікті болса, барлығын дұрыс жасаған боласыздар, соны үміттенемін. Егер қате жерлеріңіз болса, сіздерге қазір соны кішігірім бір талдау жасап жіберейін. Неге бұл жерде бұл жауап дұрыс, неге бұл жерде бұл жауап қате деген сияқты барлығын қарастырамыз. Сабағым ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Біз бастайық. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Do you chocolate milk? Бұл жерде бізде дұрыс белгілегендер болса, бізде А варианты like дұрыс болады. Do you like chocolate milk? Егер сабақты дұрыс, тақырыпты дұрыс түсінген болсаңыздар, бұл жерде өте түсінікті деп ойлаймын. Оңай жауап неге like екені. Өйткені бізде сұрақ болған кезде question бізде қалай құралады? Бізде do жүреді, оған қосылған subject және де ол бізде subject не тұр? Ол бізде subject және де оған қосылған base verb. Verb деген бізде біздің like. Бізде verb. Етістік. Бұл біздің кішігірім формула, осы жалпы сұрақтың қалай құралатын. Бізде do немесе does болады, subject және де verb жүреді.
Неге бұл Б варианты мен С варианты дұрыс емес десеңіздер, likes тек affirmative кезде қолданылады. Affirmative деген бізде бір нәрсені, мысалға бір фактыны сондай екенін дәлелдеу деген сияқты. Орысша айтқанда подтвердить. Және ол үшінші жақта қолданылады көбінесе. Мысалға айтайық, she likes apples. Бұл Б варианты. С варианты бізде be like деген бізде ол бір нәрсеге ұқсас болу. Бұл жерде контекст бойынша да келмейді. Келесі сұрақ. He not want to go to the movies. Бұл жерде бізде дұрыс белгілегендер болса, Б варианты does дұрыс болады. Неге десеңіздер, бізде he, she, it бізде does бен қолданылады. Және де оған қасында verb тұрады. He doesn't want to go to the movies. Неге А варианты емес? Бұл жерде А варианты тіпті түсінікті. I, you, we, they қолданылады. Is бізде жалпы adjective пен noun мен қолданылады. Мысалға біз біреудің қандай күйде екенін көрсету үшін he is tired, ол шаршап тұр. Келесі сұрақ, he, now. Бұл жерде жалпы контекст бойынша да келмейтін варианттар бар, және грамматикалық жағынан келмейді. Бізде he wants breakfast, no. Қалған варианттар бізде жалпы келмей тұр. He walks home, he plays tennis, no. Ол бізде келмейтін варианттар болып тұр. Келесі сұрақ. It, a beautiful day today. Бізде дұрыс белгілесеңіздер, А варианты дұрыс болады. It is a beautiful day today. Бүгін өте керемет күн. Неге десеңіздер, бізде ауа райымен сипаттау. Ауа райын сипаттаумен is қолданылады. Бұны білу керексіздер. Тек is емес, бұл жерде weather description'da бізде be болады. Be деген бізде не? Ол мына жаққа жаза берейік. Am, is, are қолданылады. Мысалға, it is cold today. Қарапайым. Б варианты are. Бұл жерде келмейді. Are бізде көбінесе ол plural деген ол көпше түрде қолданылады. Мысалға айтайық, they are happy. They are happy. С варианты бізде am, ол тек бізде I мен қолданылады. Мысалға айтайық, I am happy today. Ол немесе I am tired. Келесі.
Sorry, Lisa. Not here at the moment. Sorry, Lisa is not here. Б варианты дұрыс болады. Жалпы жаңа айтып кеткендей, сол варианттар B қолданылмайды. B бізде тек сол тек бір формаларында қолданылады. B-дің сол am, is, are. M тек бізде I мен қолданылады. Ал бізде Lisa деген бұл үшінші жақты болып келген соң бізде is болады сол үшін. Мына жерде мүмкін қателескенде шығарсыздар, өйткені мына нәрсені біраз адам байқамауы мүмкін. They are not here. Бұл контекстті түсіну үшін. They right now. А варианты болмайды. Go to school деген бізде ол көбінесе әдет туралы болады. They go to school like every day. Swim at the beach. Бұл жерде бізде swim'ді қолдану үшін бізге continuous керек болады. Оны келесі сабақтарда өтеміз. Swim at the beach. They are swimming. Бізде ing болады. At the beach. Бұл бізде уже continuous болады. Демек, бұл вариант емес тек. Өйткені бізде қазір present simple болып жатыр. So, they are on holiday right now. Немесе they are on holiday in Turkey. Келесі бізде Роберт жайлы. Robert does not go to my school. Роберт менің мектебіме бармайды. Бізде Роберт ол адамның аты. Адамның аты бізде үшінші жақта болып тұр. Сол үшін бізде үшінші жақпен не қолданылады? He, she, it, does. Does болған соң Robert doesn't go to my school. Сонымен басқа варианттар келмейді. Is ол бізде am, is, are мен болады. Бұл жерде келмейді бұл варианты. Және де are бізде плуралмен келеді. Isге verb керек болады бізге. My parents in a 2-bedroom apartment. Бұл бізде 8-ші сұрақ. My parents варианты дұрыс болады. Live in a 2-bedroom apartment. Менің ата-аналарым екі жататын бөлмесі бар, квартирада немесе пәтерде тұрады. Бұл бізде дұрыс вариант болады. Өйткені бізде plural немесе көпше түрде ол бізде base verbпен болады. Lives жалпы келмейді. Ол тек бізде he, she, itпен келеді. He lives, she lives, it lives. Сабақта өткеніміз бойынша. Are, live бұл жалпы қате болады. Контексті бойынша да грамматикалық жағынан да келмейді. Келесі we, European. Ол бізде B варианты дұрыс болады. We are European. Бізде білу керек нәрсе nationality. Ол біреудің ұлты. Бізде B мен қолданылады. B деген бізде не? Ол бізде M is, are.
I am қазақ деген сияқты мысалға. Do, be, do, are бізде мына жақта жалпы келмейді. А варианты мен С варианты қате болады. Білу керек нәрсе. Және де осымен болған сияқты. So, барлық сұрақтарымыз болды. Осымен болды. Тест дұрыс орындаңыздар, сау оқыңыздар. Келесі көріскенше, келесі сабақта present continuous'ты өтетін боламыз. Сау болыңыздар.